Тыңда досым, бұл адал азамат жайлы хикая. Ертеде Жандос есімді бала болыпты. Ол мектепке бара жатып, жолдан біреудің әмиянын тауып алады. Әмияның ішінде ақша менен құжаттары да бар екен. Сол кезде қасындағы досы, ақшаны бөліп алайық, бәрібір иесі табылмайды деп, жолдан балмұздақ сатып алуға итермелейді. Бірақ Жандос сол сәтте ойланып қалады. Оның есіне анасының біреудің затын рұқсатсыз алу жаман қасиет екенін айтқаны, және әкесінің адал бол балам, адал адам, шын адам деген сөзі түседі. Осылайша Жандос әмиянды алып мектепке қарай жүгіреді. Мектепке келіп, мұғалімге тапсырады. Мұғалім полиция қызметкерін шақырып, барлық болған жағдайды түсіндіріп береді. Осылайша әмияның иесі табылып, қуаныштан көзіне жас алып, Жандосқа алғыс айтады. Сол күні Жандосты барлық оқушылардың алдында аптаның адал азаматы деген марапатпен марапаттайды. Жандостың адамгершілікке толы қасиеті достарына да үлгі болады. Оның жасаған бұл ізгі әрекетіне ата-анасы да риза болады.